Атың өчкүр арақтың дамын bir тамчысын мен көрген емесмін өмірімді. Арақтың эжеси вино, сиңдisi пиво, тайжесі шампан. Халалары бұл несенің Аллахыма шүгір қылам. Өмірімде bir тамчысын мен көрген жоқпын, қандай боларын. Ошондай тарбия берген атамның мүрзөсін Аллах нұрды қылсын, жатқан жеріне бейіштің бақшасы қылсын. Аллах Тааладан сұранарым, менден тарқаған перзенттерді, невре чеврелерімді бұл атың өчкүр арақтың дамын, жытын білбей өтіп кетсін. Мен дайым маселеде айтам, атың өчкүр арақ. Аты өчіп кетсін. Біздің елдің ең жаман дұшманы бұл атың өчкүр арақ. Мен мұны айтайын деген урматтуу мұсылман бір туған. Кейбірлерімізді жанағындай тарбиялап өстірді ата-енебіз. Ата-ене өтіп кеткеннен кейін бүгін Раббым Аллах, Пайғамбарым Мұхаммад, диним ислам деген мұсылманның перзенттері. Мен мұсылманмын, жет ата мұсылман деген мұсылмандар кейде отырып алып жұмасына бір жолы марқұм атама кел Құран шөлік балдарым. Алхамдулиллахи Раббил аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики йаумиддин, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ey Rabbim, okulan Fatiha suresinin sırları menen, soğukları menen, marhum atamның mürzösün nurdu kılgın, жатқан жерін бейіштің бақшалардан kılgın деп dua kıl albaydı. Жигит намыс kılış керек. Бирок мен мұсылманның перзентимин, жет атам мұсылман дейді тағын, атың өчкүр арақты берсең тос айтқанды біледі. Тосты айтса, о, румканы қармағанда жақшылық болсын, игілік болсын, жаңы жылдық тоссың, қандай тоссың, ошондай болады екен, башқа болады екен. Урматты мұсылман бір туған, мен өмірімді арақтың дамын көрбесем де, арақ ішкендерді көріп жүрем мен. Мысалы азыр, мына талай досуыз үйде қонақ қылды, тілді жесең қандай дамды шашпай, чайнап жейсін. Андан кейін беш бармақ қандай дамды шашлыкты жесең, кекірсең де шашлыктың жіті келсе қандай адамға жағымды. Бірақ урматты мұсылман бір туған, татты, адал тамақты шашпай, чайнап, жырғап жейсін, ләззатты. Бірақ арақ ішкендерді мұнда қарасам Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде мұндай дейді. Бір салават айтайық, саллаллаху алейхи вассалам. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа муъмин. Хадисті қараң. Хадистің текст қырғызшасы мұндай. Арақ ішкен адам, арақты ішкен кезде иманды болбойды дейді. Қандай иманды болбойды? Аллах деген жазу бар ба? Она. Аллах. Бірisi алифін алып тасаң лилла. Құдай үшін деген сөз. Дағылысын лаху. Жашауым, өмірім, ибадатым аға деген сөз. Дағылысын ху Аллах. Ал Аллах деген сөз. Ху. Арақ ішкен адамдар қалсаң, жүрегінде ху деген иманды шығарып тұрып, жұту етті. Имансыз. Егер өліп қалса, имансыз өледі. Урматты мұсылман бір туған, қара. Емі тос айтқанда, жақшылық болсын, игілік болсын. Емі біздің айлығы абды шүкір ажы келіп тосты үйретіп кетті дейсіздер. Мен арақ ішкен емесін, бірақ тос айтқанды білем. Тосты емі, арақ ішкендер тос айтқандан мұндай дейді. Қолына қармайды тағын. Аллах сыйлап берген ақылымды жоғоту үшін. Адалдан адал емгек менен тапқан тыйынымды арамға іштесі үшін. Адамдық сыпаттан айвандық даражаға түшу үшін. Балдарыма жаман үлгі болу үшін. Көчеде айван сияқты жатып қалып елге жерге шерменде болу үшін. Керек болса шымымды бұлғап қойыш үшін. Иманымдан ажыраш үшін. Ху деп тұрып жұту берсе болы өреді. Еч бір арақ ішкен адам өзінің келечек баласына, қыздарына, үй бүлесіне ешкім арақ ішсін қалабайды. Егер аны қалабасаң, сен өзің үлгі болбоғын. Сен өзің жаман үлгі болбо. Балдардың ең жақын тарбиясы бала чақа сені көріп чоңоёды. Сен бала үшін күзгүсүн, кудуа үлгүсүн, кумирсин. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, сен өзүң эч качан атың өчкөр аракка жакын болбо. Аракты араб тилинде хамрун дейт. Хамыр деген акылды ороп салат. Акылың кеткенде айвандардын эмне айырмаң бар? Аллах сени сыйлап берген, Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, адамдык даражаны айвандыкка түшүү үчүн, эли жерге шерменде болуу үчүн, үйүмө келип проблема кылуу үчүн, аялым менен ажыраш үчүн деп ичсе жараша берет. Хадистин уландысы.
La yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Araktı içken adam içken kezde imanı bolboyt. La yasriqu sari hina yasriqu wa huwa mu'min. Uğur adam bireudun malın urdagan kezde, jılkısın urdagan kezde, malı mülkün toğun urdagan kezde, uğur adam uğurluk kılgan kezde imanı bolboyt deydi. İman senin jasagan jaman günöңдөн arak içken adamdın imanı bulut okşop asmanda ajırap çıkıp ketetken. Kuday saktasın. Oşol kezde ölüp kalsa imansız ölüp kalat. İmansız ölgөнгө janazada buyurbay kalat. Birok tövbe eşik açık. Akılına gelip Kudayım beni keçire kör. Allah'ım keçirgin. İttik kıldım. Akılsızlık kıldım. Tuğra yoluna düşemin. Men butulkanın emez, senin kulunmun dep Kuday'nın yoluna jürse, Allah anı keçiret. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hiç kaçan